Амансыздар ма? Мен бүгін сіздермен қуанышты хабармен бөліскелі отырмын. Өздеріңіз түсінгендей, көзіндегі Веда компаниясының графеновый очки. Менің қызымның көзінде зрениесі нашар болғандықтан, бір жақ екі көзінде де астигматик бар болғандықтан, осы көз әйнекті алып қызымызға таққан болатынбыз. Бірақ оправасы қалды, тек линзасын өзгертіп тақып бергенбіз. Содан бір ай бір күн тақты. Осы очкиді таққанға дейінгі результаты показаниясы көздің талдарының үстінде болады. Скриншотымызды жасап, видеоның артына саламыз. Бір жақ көзі -5,75, екінші көзі -6,5, астигматикасы 1,75, екінші көзі 1,25 болатын. Сол 31-32 күн таққаннан кейінгі бүгін бар диагностика жасатты. Сондағы результаты бір көзі 5,75-ке түсті, екінші көзі 5,5-ға түсті, астигматикасы 1,50 болды, екінші көзі 0,75 болды. Осындай жақсы көрсеткішпен, жақсы хабармен сіздермен бөліскелі отырмын. Сол себепті мына Веда компаниясының графеновый очкилары өте пайдалы. Тақсаңыздар болады.